Assalamu алейкум, қазақ елі. Мынау енді біздің ярд біздің компанияға алынған жер. Құдай оңдап осы Американың төрінен жер алып, осындай орналасып жатыр. Мынау былайынша айтқан кезде, қарапайым тілмен айтқан кезде, мынау біздің парковка. Осы жерге тракторымызды қоямыз. Бұл жер негізі 2,5 гектар, примерно айтқан кезде. Мынау фураларды мына көшеден бастап ұзына бойы бүйтіп қоямыз. Мынау біздің компанияның фуралары мысалға. Бүгін дүйсенбі күні, мысалы үйде я болмаса жолда водителі жоқ, базада тұрған трактор осы қазіргі таңда. Бұлай ұзына бойы қоямыз фураларды. Бұл жерді алғанымызға бір 2 жыл болды. 2 жылдың ішінде болашаққа жоспарларымыз бар. Мына жердің бәрін парковка қыламыз, бұйыртса фураларымызды қоямыз. Содан кейін мына жерде қарап отырсаңыз, мына жерде өзінің бұрында бұл ресторан болған жер. Америкада жаңағы коммерческий зона дейді ғой. Фураны қоюға, фурамен жұмыс істеу үшін бұлардың өзінің жаңағы зоунинг деген бәлесі болады. Бір жерге рұқсат береді, кейбір жерге рұқсат бермейді. Мына жердің рұқсаты бар. Мына жерге мынау болашақта мына жер офисіміз болады. 5000 square feet офисіміз болады. Бұйыртса, мына жерге былай қарай парковка фураларымызды қоямыз. Анау бұрышқа өзіміздің жаңағы қойма, әрі шап дейміз, шап деген ремонттайтын жерімізді орналастырамыз бұйыртса. Сондай ойларымыз бар. Қазіргі таңда енді мына жері құжаттарының бәрі бітіп тұр. Енді қаладан рұқсатты күтіп отырық. Мына жердің бәрін грейдермен дүзеп, парковкаларымызды жасаймыз. Осымен былайынан ұзына бойы әр фураны осылайынан қойып орналастыруға ойымыз бар. Енді бұл қалай айтсам болады, ең бастысы фураның санына байланысты, өзіңнің фураңды қоятын жер керек ең бастысы. Содан кейін оған жұмыс істеуің керек, ол фураларға қарауың керек, жағдайын істеуің керек. Сол үшін бұл керек нәрсе де енді. Қарап отырсаң, оған дейін біз кез келген жер деп айтпайын, арендаға алатынбыз жерлерді. Жобамен айтқанда бір фураны прицеппен қойғанда Агая штатында ең арзаны $150 бір орынға тек. Ал басқа штаттар айына $150, бірақ қазіргі таңда $250 өсіп кетті. Нью-Джерси, басқа штаттарында $600. Ол кете береді, өткені мынандай қоятын жерлер, специализированный дейді ғой, көп жерге рұқсат бермейді, өткен бұлар дәу болғаннан кейін орналастыру. Двордың алдына, мысалы, есігің алдына келіп қоя алмайсың, өткен қала рұқсат бермейді. Бұл тракистердің күнделікті жұмыстарының бірі, ол капот ашу. Капот ашамыз, екінші жағынан ашамыз. Байынша айтқан кезде май тексеру күнделікті көлігіміз жолға дайын ба, дайын емес па, соны қарап шығамыз ғой ба. Ең бастысы май тексереміз. Шөптің өз күн қазір салқында болып тұр. Так. Кәдімдей қатып қалған ғой. Бұда ма Cummins мотор тұр. Cummins қызыл мотор. X15 деп айтады. Бұны в основном өте ауыр жүктерге қолданылатын моторлардың бірі деп айтады енді көбінесе. Классиктер дейді ғой, американский, соларға салынады. Мынау ашылмай жатыр ғой кәдімгі. Дизельный мотор болып келеді. Қателеспесем, 15 деген обозначение, 15 литр деген сөз ғой. Мотор. Точно емес енді бірақ. Мынау ашылмай жатыр ғой.
Походу көптен бері тексермеген ғой. Ашылмайды. Сосын жаңа күнделікті келген кезде дөңгелектеріңізді тексересіз, тормоздарды, дөңгелекте жаңа кесілмеген болу керек. Бұл жалпы сіз ақштың өзінің правасын алған кезде, сол кезде жаңа үйретеді. Бұл pre-trip inspection деп айтылады. Күнделікті машинаңызды тексересіз, жолға дайын ба, дайын емес па. Оң қатарыңыз жаңағы колонкаңызды тексересіз, рулевой колонка, ходовка, тяга, моторды, в общем, қарайсыз жан-жағынан. Суларыңызды тексересіз. Бір жағынан қарап аласыз шлангыларыңызды. Екінші жағынан жаңа енді май тексеру керек еді, бірақ май крышкасын аша алмай қалдық қой. Шупты. Соны екінші жағына келіп тексересіз, сол жаңағы белт дейді. Бұл жаңағы мотордың ремені ғой, былайынша айтқан кезде. Соны тексересіз. Суларыңыз, антифризіңіз қаншалықты төмен болып тұр. Мысалы, мына антифриз төмен болып тұр. Оны қосу керек қазір деген сияқты. Шлангыларын тексересіз, колодкаларыңызды тексересіз, күнделікті. Колодкада май болмау керек. Сонымен жаңа күнделікті таңертеңгі обход, тракты айналып өтесіз. Дөңгелектеріңізді тексеріп шығасыз. Бұларда максимум 120 PSI деген болу керек. В основном 105 ұстаймыз біз дөңгелектердің бәрінде. Иә. Енді американдық мөлшермен ғой, PCI деп айтады. Дөңгелектеріңізді тексересіз, жаңағыдай шегелер болмау керек деген сияқты. КамАЗдағындай өзін-өзін үре ма? Өзін-өзі үретін ол тағы бір отдельный функция. Ондай функция бұл КамАЗда именно жаңағы жоқ бұл фурада. Бұл Kenworth T680 деген. Біз көбінесе компания болғаннан кейін жаңағы расход аздау, жеңілдеу фураларды қарастырамыз. Олардың ішіндегі ең мықтылары біздің өзімізге келгенде енді компанияға Freightliner болады. Мынау Kenworth'тың екеуін алып көрдік 2021 жылы. Бұлай негізі жаман машина емес, бірақ запчасть дейді ғой, запчастьтары қымбаттау екен. Бірақ соляркадан аздау жейді екен. Сондай бір плюстары бар, минустары да бар. Бір-екі проблемасы болды жаңа фура болғаннан кейін. Ал мынау бұл Kenworth, оң жағына қарашы. Бұл классик, бұл американский классик. Бұл жаңағы Америкадағы трак айдайтын жігіттердің ішіндегі ең король десе болады осыны. Бұны өте жаңағы американецтер өздері жақсы көреді. Темадан кетіп қалды, бірақ енді бір көрсете салайық бұл машинаны. Бұның базасы өте ұзын. Бұны екі комнаталы үй сияқты, айтқан шындыққа келген кезде. Өте ұзын болып келеді. Бұл машинаны өзім сатып алдым. Бұны басқа ешкім айдамайды, менен басқа. Бұны мен де өзім анда-санда бір шығып, бір жаңағыдай жүріп қайтқанға деп алғам. Бұл машинеде бір хозяин болған, ол кісі 80-ге келіп қалған. Өзі 2009 жылы, 2008 жылы сатып алған бұл машинаны. Ол кісінің ізінен, шынымды айтсам, 2,5 жыл, 3 жыл жүрдім, сатыңыз деп бұл машинаны. Сол кісіден сатып алдым. Жүрісі енді бұның керемет фуралардың ішіндегі Rolls-Royce қой, былайынша айтқанда. Ұзын керемет жүретін машиналар. Сосын жаңағы прицептің түр-түрі көп болады. Демек, драйвен дейді, ол коробка біздің кәдімгі. Содан кейін рифер, холодильник. Сосын open deck дейді, open deck дегеніміз ол flatbed и step deck. Ол жаңағы открытый платформа. Мынау, бүгін осымен барып груз тапсырамыз, құдай қаласа. Енді жаңағын полный айналып тексеріп бір шығамыз ғой. Жаңағы қайтып дөңгелекті фураны ал жағын тексердік, майын тексердік. Жәмен бір ағара айналып келеміз. Сонымен келе жатқан кезде біз енді гружоны тұрық, қазір бұл грузды тапсырамыз ғой. Келе жатқан кезде грузыңызды тексересіз. Қалай вообще қатып тұр,
мынау цептар босап кеткен жоқ па, соның бәрін бір тексеріп шығасыз. Мыналарыңыз қатты. Өткен жүріп келе жатқан кезде бұл жылжып кететін болса, бірдеңе қылатын болса, оған сіз жауаптысыз. Мынау қазір бізде генератор тұр. Бұл жаңағы, қалай айтсам болады, слишком сильно өте көп жаңағыдай цеп қолданылған. Бұл жаңағы қызық көріп үйрету тәсіл ретінде істелінген нәрсе. Оның бәрін тексереміз. Иә. Обучающий сияқты ғой. Иә, студентке үйреткендей. Бұл негізі анау екі страппен ақ өзіменен кете береді. Просто цептерді лақтырып, айтып-бүйтіп көрсетіп дегенде жаңағы. Сондай сияқты. Бұл келе жатқанымыз, бұл степ-дек. Степ-дек дегеніміз, ол степ деген жаңағы бір қадам деген сөз ғой. Бұл жүріп келе жатқан бір қадам төмен. Бас жағы ұзын болады, 11 фит, асты 42 болады. Бұған жаңа ұзын груздар тиеледі. Содан кейін мына жеріне бұның рампа қойылады, мына біреу. Аз көрсетейін. Ана жерде мына алюминиевый рампалар деген болады. Осы қойылады. Мыналар шығады. Мына осымен, осы алюминиевый рампамен техника көрсетуге болады ішіне. Биіктігіне қарап, сөйтіп көрсетесіз. Енді бір жағын көріп шықтық. Полностью. Грузымыз вроде нормально тұр. Ешқандай ақауы жоқ сияқты. Екінші жағын бір айналып көреміз. Иә, қазір оталдырып қойын, қыза берсін. Екінші жағын бір айналып көреміз. Майды өлшеген жоқпыз енді. Тәуекел. Ашылмай қалды. Күн суық болып тұр ма? Қазір оталдырайын. Бұл оталдырса қазір дым естілмей қалады. Жақсы естіле ме? Бізде... Не бар? Ой, бұның ішінде инструмент бар ғой. Цеп бар мына қысқы уақытта жүргенге. Керек нәрселер, майы бар, доливка, анау-мынау, сондай нәрселер болады. Неше түрлі водительдерге салып береміз ғой ішіне. Не бар, не жоқ, қайдан білем. Ішін тексеріп жатырмын ғой, бар ма екен. Мына антифриз құю керек еді ғой. Екінші жағын көрейін. Сөйтсең антифриз жоқ дейсің ғой. Зато каска бар. Жолдан алып қоямыз. Ішіне алмай. Бісмілләдік. Кілтті бұраймыз, күтеміз 1-2 секунд. Системаларын тексеріп алады. Анамын қарастырып алады дегендей. Жаймен бұраймыз. Вот алды. Құю керек еді, антифризі чек энджинді сразу жамып қалды. Құй деп тұр. Иә. Жо, бұл жаңағы күн суық болған кезде құйып қоясың ғой бұны. Деайсер дейді ғой. Жаңағы омывательге құятын. Excuse me. Thank you. You guys have a coolant? We did, they would be over there. What? You don't have any more? No? Yeah, there's not one of them. Check by the bathroom. Huh? Check by the bathroom. Bathroom? It's taking me. Huh? He got a YouTube channel. Сұрап жатыр, неге видеоға түсіріп жатыр деп.
Так, осы жерден қараймыз енді жаңа антифриз керек қой бізге. Бензин. Антифриз мұнда жоқ. Май қойып қойыпты. Мына жағын көрікші. Что-то жоқ. Астында бар ма? Томатик. Мәсаған. Керек кезде таппай қаласыңыз. Ашинде толып тұратын нәрсе. Кеттік. Thank you. Қазір грузымыздан қалып қоймасақ болды, қазір антифриз деп жүріп. Green дейді. Бізге қызыл керекті. Жасылды көретін мен. Мынау сары. Ой, мынаны. Қызылын қаяқтан алып. Обычно тракстоптан, именно енді асығыс болған кезде, былайынша өзі запчасть сататын магазиндер бар. Солардың ішінде сататын, но енді базаның қасы болғаннан кейін осы жерге кіре салғандағымыз ғой. Жоқ қой мұнда. Мынау қандай цвет екен? Жоқ қызыл. I got a quick question. Okay. Is this the only place you guys store your coolants? It is, yeah. All right, thank you. Thank you. Have a good day. You too. Жоқ дейді бұларда да. Жасыл ғана бар. Білмеймін, қазір көру керексің. All vehicles дейді. Қай цвет екен? Жазылмаған, концентрат деп жазып қойған. Қандай екен? Екі-ақ түрі бар екен, Өзіне сұрасаң, жартысын білмейді өздері, не сатып атқан негізі. Крогер деген магазин ғой. Иә, Крогер деген. Өзі бір семья бар сонда, Крогер деген. Солардың магазиндер. Excuse me. May I ask a quick question? Yeah. I was trying to find out, somebody can help me. I'm trying to find the color of the actual antifreeze, the coolant, but I don't see any tags on it. Is there any way to know what color is it? Tried to read it, but to be honest, my best of knowledge, I couldn't find the color of it. You want to know the color? Yeah, they come like yellow, green, Oh. red. I need red ones. I believe you cannot mix them, because I just need to add a little bit. It should say, like, in the, if there's any kind of, there's ingredients. And I'm like, That is a good, I have no idea. I thought antifreeze was all the same color.
So Oh yeah. that makes me even worse. I don't know. Maybe you can Google like those Yeah, by brands. by the name of it. Yeah, like that brand and see. I don't know. That's the only way. Okay. Is this the only place you guys store your? The car, automotive stuff. Yep. Yeah. Yeah, that one aisle right there. Okay, cool. Thank you. Yeah, you're Appreciate it. welcome. Айттым ғой, білмейді ол. Бұл айтады, қызық болды жаңа, бұл айтады мен дейді. Даже ол цветке бөлінетін екенін білген жоқпын дейді ғой. Цветін сұрап жатыр, не деп тұрсың сен деді ғой. Мен ол цветке бөлінетін білген емеспін өмірімде. Мынан білмеймін енді қалай болатын. Мынау қызыл жазылып тұр, мынада сары жазылып тұр. Может, мынау қызыл шығар деп тұрмын да. Қарашы. Мынау енді концентрат болған, су қосу керек кішкене. Мынау сары, анау қызыл болып тұр. Не істейміз? Ала берейік. Көрек бұйырғаны олар. Болмаса біреуіне пайда болу керек қой бәрі. Иә, кеттік көреміз. Целый день жүретін жағдайда жоқ негізі бұл жерде. Кассир керек емес. Өзің төлей бересің. Мынау общий жаңағы $30 шықты. Пожалуйста. Жаңа бір Red Bull алдық. Мынау не ғой, концентрат ғой. Бұл сумен араластырып істейсің да. Содан кейін қымбаттау. Негізі сумен араласқан 50-50 қосылғаны $17-18 тұрады. Мынау $24 екен. Ішін ашып көрек жаңа. Білмей алдық қой. Сюрприз болып тұрмасын. Басқа цветпен ба? Так, мынау енді ашылғысы да келмейді ғой осындай кезде. Қырсыққан кезде. Айтып отырмын ғой, бәрі үзіліп қалады осындай кезде. Сары. Сарыға. Қазір тұрады, құйып көрейік. Білмеймін. Мен араластырайын деп тұрмын ғой қазір. Десең, е? Амал который болып тұрғын. Так, енді қазір мына грузымызды тапсыруымыз керек. Диспетчердің rate confirmation'нан көріп, мына грузға жазып қойыпты, please call 2 hours before деп. 2 сағат бұрын звонда деп. Қазір звондап оларға айтамыз, біз мынандай уақытта келеміз деп. Кейде мынау открытый платформамен жүрген кезде кейде кран керек болып қалады. Сол грузымызға звондайық. Кран керек болып қала ма, лифтгейт керек бола ма, 2 сағат бұрын звондаңдар деп айтты да. Что-то көтермей жатыр. Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Hey, I'm calling with King's Global Logistics. We're delivering the generator for you guys, and we're just calling ahead to let you know that you guys can be prepared. My ETA shows around 12 p.m. Please give me a call whenever you get a chance. My phone number is 3238. Thank you, bye. Money, please. This is Clint with Ghetto. I'm returning your call. Okay, we're delivering the generator for you guys, and I have I been. thought you guys were delivering Friday. I held guys over for an hour waiting on you. But you guys said the cutout time is 3:30, right?
Yeah, and he said he would be here before then. I said I would unload him, and I held guys over for an hour. Okay, I think we messed it up. So now why is it delivered at 12? I need it. You needed what time? I would have liked to have it Friday if you would have got here. Yeah, we couldn't make it because it was too late. Because my dispatcher told me that you guys not gonna be there after 3:30, so I couldn't make it. Are you the driver? Yes, I am. Okay, so I talked to the dispatcher. It was very difficult to understand. But Okay. I told her to go ahead and have you come in and I would unload you. Oh. I should have called myself then. I'm sorry. It would have been much better. Yep. It's kind of hard to understand what the fuck he said. Yeah, man. This is how it goes, you know. Okay, we need it. We'll be ready when you get here. All right, man. Thank you. Bye. Thank you. Қабылдаймыз дейді, сен пятница күткенбіз негізі дейді ғой. Мен пятница күні звондатқанмын ғой. Сол айтқан жоқ. Әкелмеңдер, анау мынау деп айтқан ғой. Сол маған айтып отыр, диспетчерді түсінген жоқпын, диспетчермен сөйлескенмін дейді да. Түсінген жоқпын диспетчер не деп айтқанын дейді. Мен негізі сен пятница күні күткенмін дейді да. Енді бұл генератор керек қой бұларға, арендаға алып отыр бұл генераторды. Пятница күні мен негізі 6-ларда келетін болдым да, бұлар 3:30-да біз кетіп қаламыз деп айтты да. Соған нервіш етіп жатыр да кішкене. Бәрі өздерінше жаңағы адамға билік берсең болды ғой, сол сияқты. Ничего, қазір кел дейді, дайын боламыз, сені түсіріп аламыз дейді. Сол қазір Құдай қаласа барамыз сол жаққа қарай. Қанша уақыт? 30-40 минут ары кетсе. Қазір бірінші жаңағы неге DMV-ге кіріп, Out of State Inspection трейлерге жасап аламыз. Трейлер жаңадан алынған ғой, басқа штаттан келгеннен кейін, ағайы штаты бойынша басқа штаттан келсе жаңағы, бізде Қазақстанда сверка деп айтады ғой, сондай сверка өту керек, короче. Сверканы бұл жерде жаңағы біздің сон сияқты жерлерде жасайды. Ол жерде жаңағы полицейскийдің түк қатысы жоқ. ГАИ, в общем, не алмайды. Келмейді, короче. Келмейді болғанда тексермейді қазір. Әшейін сол жерде сонда жұмыс істейтін кәдімгі рядовой специалист келіп вин номерін тексереді. Сонымен болды. Сосын оформлять етесіз, айтылды бәрін бітті. Сонымен шаруам бәрі бітеді. 0950. So we should be good, right? Yeah, I just have to go back in there and put all this in there, and then Okay. you just pay for it. Okay. Do you mind if you be in a YouTube? He's my guy. He's just recorded you. You don't mind, right? I don't know if they'll let you go in there doing that. No, not Okay. there inside. I was asking you to personally. As long as I don't like that, I guess. No, you're awesome. Қазір қанша трагың бар, қанша водитель бар, қанша диспетчер? Қазіргі таңда бізде бүкіл компанияның өзінде оунерларды санамағанда 12 трак бар жүріп жүрген өзіміздің компанияда. 2020 жылы пандемия болды. Содан кейін жаңағы трактардың бум болды. Грузоперевозканың өте баға резко көтеріліп кетті қатты. Өткен жаңағы көп нәрселер жетіспеді. Адамдарға бүгін ертең жеткізу керек болды. Сондай нәрселер болғаннан кейін бағалар көтерілді. Енді бұл бизнесте қанша бір кем дегенде бір 6-7 жыл өлдім дегенде жүрмін.
Бұндай нәрсені мен бұның алдында көрген емеспін. 2021 жылы, 2020-ның аяғы, 2021 жылы өте трак бум болды. Біздің өзіміздің компанияда орташа шамамен 40 тракқа дейін жеткенбіз. 40 трак болды. 21 өте мықты жыл болды бізге де. 20-21 өте мықты жыл болды. Біз көп өзіміздің қойған, алдымызға қойған бір 3 жылдыққа қойған пландарымызға соған жеттік. Жоспарымызға жеттік. Неге? Өйткені өте жақсы ақша таптық. Біз өте тез көбейдік. Ол кезде одан да артық керемет 100 трак сондайға жетуге болатын еді, бірақ бизнес болғаннан кейін артыңды ойлап басуың керек. Мен таныс жігіттер бар, который 100 тракқа дейін кеткен жігіттер бар, 100-ден асып кеткендер бар. Олар жаңағы байғанның өзінде де жайлап баю керектен, ол 100 трагың барлығы өзі бәрі кредит қой енді былайынша айтқан кезде. Өйткені Америка өзі нарқы өте жаңағы проценттері төмен кредиттарының, сонымен бизнесқа көмек береді да развиваться еткенге ары қарай. Сол нарықты біз үйреніп қалдық та 22 жылы бастап жәймен түсіп бастады. Баға құлап бастады, солярка өте қымбат болып кетті, және президент ауысты. Сонымен біраз нәрселер жаңағы 20-21-де президент ауысты, ақша таратты, соның бәрі нарыққа жаңағыдай ақша құйылғаннан кейін ол өте жаңағыдай бум берді да, өте күшті старт берді бізге, мысалы көп компанияларға. Ал сол моментке көп біздің жаңағы водительдер, owner operator дейміз, өзінің фурасы бар адамдар үйреніп қалды соған. Соған үйреніп қалды да, сонымен қазіргі нарықта рынок түсті. Рынок түскен жоқ, просто жаңағы фуралар өте көп та, компания көп, жаңағы нарық болғаннан кейін бағаны нарық береді да. Спрос предложение деп айтады ғой. Сол спрос предложениеге байланысты фура көп, груздың объем бұрынғыдай, бірақ жаңағыдай перевозчик көп та, тасымалдайтын компания көп, оларда фура көп. Сонымен бір-бірімен бәсекеге түсіп бағаны құлатады. Сонымен арзан бағамен жүруге тура келеді. Бұл таза нарық дегенім, сізде жаңағы көп компанияларда контракттары бар, мысалға бір үлкен General Motors сияқты үлкен компаниялар бар, солармен контрактпен жұмыс істейтіндер, олар да жапа шегуде, былайынша айтқан кезде. Өйткені олардың да контракттарының үзіліп жатыр, оларда да мысалға перевозчиктер келіп, мынандай бағаға біз жылжытамыз деп контракттарын сызып тастап өзгеріске түсіп жатыр. Енді нарық болғаннан кейін ол өз-өзін бір қалыпқа келтіреді. Осы баға түскен кезде, не алған кезде, жаңағы бизнесте жүрген компанияларды жаңағы қысымға алынады. Сосын кімнің мықты екені көрінеді. Мысалға ең бастысы менің өз басымнан өткен 22 жылы мен уже примерно түсіндім да, қазір не болатын. Өзім анализ жасадым да, өткені ақшта мен мысалға өзім финансистке оқығам. 2006 жылы келгем, сол кезде финансистке оқыдым. Енді кішігірім финанс жайында ғалым үйренгеннен кейін хабарым бар да, енді бұлай үйренгенде. Сонымен әр нәрсе жоғары көтерілсе, ол төмен түседі. Төмен түскен нәрсе жоғары көтеріледі. Соны мен білем да. Ол жаңағыдай соған дайын болуым керек. Мысалға бізде 40 тракқа дейін жетіп күшті жұмыс жүріп жатқан кезде жігіттер фуралардың бағасы, соответственно, спрос көп болғаннан кейін фураның бағасы қымбаттады ғой. Сол кезде біз неге 100-ге бармадық, өйткені фураның бағасы қымбат болды. Мен оны білдім, ертең ол түсетін.
бірақ көп балдар түсінбеді, олар 200 мың, 230 мың долларға бір фураны алып бастады. Енді көбі ойлады ғой, қазір осы жақсы болып тұр, осымен ары қарай жалғаса береді деп. Бірақ нағыз бизнесмен алдын ала ойлайды, барлығын ойлап, сен алдын ала 5 жылға жоспарыңды құрасың, мен не істеймін, қалай істеймін, қандай болады деген сияқты. Менде де мысалға 21 жылы қойған жоспарларым болды. Өкінішке орай 22 жылы сен өте жаңағыдай не болуың керек та, flexible дейді американдар айтқанда. Тез любой ситуацияға тез үйреніп, өзіңнің жаңағы жоспарыңды түзеулеп, соған алып келуің керек. Сен тез өзгеруің керек. Қалай, мысалы, нарық құлап жатыр ма, сен өзі алдын ала дайындалып, жаңағы нарықтың барысына, жолына, қайқа қарай апаратқанына қарап, сен дайындалуың керек. Дайындалу дегеніміз, мысалға, мен қалай дайындалдым? Мен білдім, мысалға, 22 жыл келді, груздің бағасы түсіп бастады, солярка қымбаттап бастады, соғыстар басталды, ол жаңағы нарықтың өзгеруіне өте қатты жаңағыдай не береді. Мен не істедім? Ең бірінші, фураның санын азайтып, сан емес, сапаға жұмыс істеуге тырыстым. Соның фураның санын азайттым, ең біріншісі. Сосын керек емес кредиттардың бәрінен құтылдым. Кредит дегеніміз жаңағы ең бірінші жаңағы двигатель ғой енді, любой бизнестің. Қазіргі таңда мысалға бәрін емес, бар, но почти полностью жаңағы құтылғанмен отырып. Соның арқасында. Иә, бизнесім ұстап қалдым. Ал көп жігіттердің бар мен танитын, құрдымға кетіп, қазір банкротқа беріп, неше түрлі қиын жағдайға келіп отыр. Ол не дегеніміз? Олар жаман бизнесмен емес. Олар бұл уақытша, міне 22 келді, баға түсті, алдын ала жаңағы жоспары басқаша болды. Бизнес риск қой енді. Оның рискісі сол болды да, қазір бұл уақытша түсіп тұр, қазір мен ары қарай, қазір кішкене уақыттан кейін бұл ары қарай кетеді деген сияқты. Қазір мысалы 22-23-те, 24 баға құлады ғой. 21-дегі баға көтереді деп ойлайсың ба? Ол өте қиын нәрсе. Мен өткені қанша жыл жүргеннен кейін бұндай нәрсені көрген емеспін мен. Мысалға қарап отырсаңыз жаңағы болмаған бір 800 километрді, байынша айтқан 500 майл, 800 километр примерно санаған кезде біздің жігіттер $3000 жүріп отырды. 2,5-3 долларға. Ол не деген масқара ақша? Шамамен жай водитель айына қанша тауып жатса керек? Шамамен водитель біздің компанияда жүрген кезде әшейін жаңағы майлға я болмаса процентке жұмыс істейтін балдар аптасына 5000-9000-8000 долларға дейін тапты. Біз айына өлдім дегенде $20,000 табатын. Бұл жаңағы шопырымыз. Одан қалса тағы оунерларымыз бар. Ең рекорд жасаған бізде бір бала болды. Ол бір аптада 18,000 ба 19,000 доллар алды. Таза, ол солярканың расходы, бүкіл нәрсені бәрін беріп тастаған кезде оунер оператор сондай ақша тапты. Енді ойлай беріңіз. Ондай нәрсені мен қанша жыл айналысып жүрсем де көрген емеспін. Өте маған жаңағыдай өте қалай айтсам болады? Шок болдым да. Бірақ білдім, мынау бір жақсылыққа әкелмейді деп. Бірақ енді өткені жаңағы ақшаның бәрін экономикаға лақтырды ғой жаңа. Ковидтен көмектесеміз, жаңа бизнестарды оятамыз, соған алып келеміз деп жаңағыдай талпыныс болды. Ақшаны таратты, тегін ақшаны. Адамдарда тегін ақша бар, оны жарату керек. Оларға бүгін прям қазір маған соны алмасам болмайды деген жаңағыдай заказдар болды да. Сондықтан ол не істейсіз, жаңа компания заказ беріп жатқан. Адамдар қандай баға қойсаң, сондай бағаға алып атты. Содан кейін не істейді олар? Ол инфляцияға алып келеді. Адам, жаңа бұл нарық қой енді. Адамдарға керек болса жетіспей жатса, олар не істейді? Оны сатуға тырысады, жеткізгенге тырысады деген сияқты көп мәселен әңгімелер болды мысалға.
Иә, разгрузкаға келдік. Айта кетейін деген, қазіргі болып атқан жағдай ол өте нормальный, күнделікті өтіп атқан трактың өмірі, айлығы. Қазір көбісі жылап жатыр, мен айлығым азайып кетті, фурада бұндай ақша таппайды екен. Фура ол өзі сондай болды әрдайым. Просто біз жаңағы 21-де 20 жақсыға тез үйренеді ғой адам. Соған үйреніп кеттік та. И қазір қиын жағдай келген кезде біз кәдімгідей күмәнданып, ой, мынау болмайды екен, жаңағыдай нашар екен деген сондай әңгімелер кетті да енді. Бірақ шындыққа алып келгенде күнделікті өмір ғой бұл. Нарық болғаннан кейін ол бірде түседі, бірде көтеріледі. Болашақта 20 жаңағы бізде выбор келе жатыр. Президент сайлауынан кейін, артынан кейін қалай болатынын қалай біледі. Ешкім білмейді да, бірақ негізі жақсылыққа барады. How you doing? Very good. Let that truck get out of the way and pull right up there and unload you. You want me back up or just straight? Pull right up there where that truck is. Alright. Get out of the way. Okay. On the left side or just behind of it? Just right. I want you right about where he's at. They're just about done loading. Okay, got it. Thanks. Bye. Ано жерге бізге барып тұр деп жатыр, қазір артымыздан түсіреді. Неше түрлі техника бар бұл жерде енді. Фура қазір шықты, қазір орнына барып тұрамыз. Осы жерге келдік. Üstü şişemiz. Осы техниканың түрін біз мына open deck дейді ғой, жақында қостық негізі. Бұның алдында біз негізі бұндаймен істемегенбіз. Драйвен сондай нәрсені. Мынау прицептің түрін айтып жатырмын. Иә. Бұл прицеп біз алдында қолданып көрмегенбіз алдында. Өткен біз енді басқа прицептермен жүріп жүрдік та, бұл жаңағы бізге жаңа нәрсе болды енді. Бір жыл ма сондай, бір жылдан астам жаңағы бастадық осымен айналысып. Мен тағы інім бар. Інім екеуміз шапқылап жүгіріп жүрген нәрселердің бірі. Жаймен босата береміз. Бірақ жаңа біз коробкамен жүріп жүрдік қой, былайынша айтқан кезде. Жақында болғанда біраз болып қалды енді. Ау. Бізде я компанияда қазақтар бар, орыстар бар. Орыстар деген жаңа орысша сөйлейтін. Бүкіл СНГ-ден бар. Татар бауырлар бар, мұсылмандар аралас енді. Қай халықпен ыңғайлы дейсіз бе жұмыс істеген? Жалпы біздің СНГ-мен жұмыс істеген ыңғайлы. СНГ-мен өткен олар жұмыс жақсы істейді да енді. Бірақ өзімізде компанияда мысалы американецтарымыз да бар, істеп жүрген бізбен. Оларды да жаман деп айта алмаймын.
жұмыстарын істейді. Жақсы, жаман емес. Өз басым. Ең бірінші жаңағы жылдарында істеген кезде американецтер өте аз болатын. Қазір тең жартысын солар құрайды деп айтсам болады. Американец дегеніміз жаңағы осы жерде жергілікті туылған. Оның ішіне де жаңағы осы жерде туылған орыстар да бар деген сияқты ғой енді. Бұл жерде определенный жаңағы нация жоқ қой, американец. Бүкіл жаңағы осы жерде сен туылсаң, азаматтық алсаң болды. Сен американец болып саналасың. Сондықтан ешқандай қиын ештеңесі жоқ. Бірақ көп басымы СНГ енді 50%-дан асады бізде қазір осы компанияда істеп жүрген. Басында бастаған кезде жаңағы өзіміздің бір 2-3 қазақ баламен жұмыс істедім. Жаймен бірте-бірте келе-келе жылдан жылға өзгересің ғой. Компанияда үлкейеді. Сонымен істейсің. Өзім, мен қызық жағдай болды енді. Мен өзім жаңағы отбасым кәсіпкер. Отбасым деген үйде әке-шешем, үйде не көрсең ұшқанда соны істейсің деп айтады ғой біздің қазақ. Әке-шешем кәсіпкер болғаннан кейін мен өте бизнесқа жақын болдым. Сондықтан ең бірінші істеген осы ақшқа келген кезде жаңа әр адамның мойнынан өтетін нәрсе ол жұмыстың түр-түрін істейсің ғой. Жаңа официант боласың, жаңа уборкада жұмыс істейсің, жинайсың, бәрі басымыздан өтті. Ол жаңағы сен кімсің мына жерге келген кезде ойбай бәрі керемет болып кетеді деген ол өтірік әңгіме. Бәрі адам сияқты жаңа бастайсың. Қазір біздің кезімізде, біз келген кезде жаңағы сондай жұмыстар өте не болатын. Популярный болатын. Қазір доставка жаңағы такси сондай нәрселер өте көп. Алло. Сондай нәрселер өте көп. Түсіруге келіп қалды. Бұл жұмыстың бір жақсы жері, мен сияқты артық салмағың болса, 2-3 айда жоғалтасың ғой. Қимыл көп. Любой бизнесмен мен айтарым, басында өлгенше жұмыс істейді енді. Сен өткен өзің жұмысыңды жақсы өресің, сол жұмысыңды жаңағыдай жүргізуің керек. Жаңа бізде көп болып кетті ғой жаңа бизнес коучерлар. Жаңа костюм шалбар киіп алған. Оларға адам менен сұрайды, сен инстаграмында неге сені көреді дейді да. Мен өткен қарапайыммын. Менде ешқандай не жоқ. Бірден костюм шалбармен шыға қалған адам емеспін мен. Отбасым мені сөйтіп тәрбиелеген. Біріншіден бұл әке-шешем үйреткені, жұмысы. Сауда-саттықта болды менің әке-шешем. Сонымен жаңағыдай керемет бизнестен жаңа айтарым, алып сатуды жақсы білем. Машинаны алып сатқан жақсы көремін.
Қазақстанға анда-санда жіберем оқып берді. Да. Қазақстанға жіберу көбінесе хобби сияқты болып кеткен ғой. Маған өз басыма. Сол жері да. Ал бұлай көлікпен, техникамен өзім жақынмын осыларға. Білмеймін неге екен. Бірақ өте жақын болып көрем. Бұның бәрін қолмен істегем. Мен бір нәрсем, сен бизнес білмесең, новый бірдеңе таба алмасаң, қарапайым адамға істейтін. Біреудің істеген қайтала. Болды. Сосын өзің жұмысың жақсы көр. Біреудің істеген қайталада, жұмысың жақсы көр. Бәрін істейтін қол, бас. Ешкім бірден жаңағы керемет профессионал болып туылған жоқ. Көрдіңіз ба, датаво мына лифтті айдайтын адам бір-бірімізді сезіп, мен уже алып тастағаннан кейін бірден жақында бол уже алып жатыр да енді. Крипажды, грузды криптит еткен кезде көп цеппен салдым да, өйткені мыналардың ішінде тиеліп тұрды да бірдеңе. Пустой емес. Мына негізі весі 12.000 паунд деп айтқан. Бірақ мен сенген жоқпын да. Өткен ішінде бірдеңе құйылып тұрды бұда. Солярка ма, ар жағына қарасам төгіліпті кішкене. Help for me? You good? О, өзі профессионал ба? Өзінің жұмысын. Неге асығады? Сағатына ақша төлетіп жатыр. Ол тезірек бітіргеннен ештеңе өзгермейді ғой. Сол. Тез үйренеді. Тез үйренгенде не пайда болады? Сен қолында күнделікті болған нәрсе болатын болса, сен жалқауланып бастайсың ғой. Сол сияқты. Ал біз сияқты жаңадан келген иммигранттар не істейміз? Біз жұмыс істейміз. Америка басы істейтін адамға көп жағдай жасайды. Сен басың жақсы істесе, олар саған үйіңді де, күйіңді де, ақшаңды да жақсы жаңағыдай төлейді. Ол Американың саясаты ғой, байынша айтқан кезде. Мына жердің өмірі жақсы болғаннан кейін бәрі талпынады да, тырысады да осында келгенге. Сол бірден бір жаңағы айта кететін жағдай енді. Сол иммигранттар келіп, осы жерге келгеннен кейін не істейді олар? Жұмыс істейді, бала шағасын асырайды. Сосын не істейсің? Сен жұмысты жақсылап істейсің. Американецтарды мен жалқау, шынында айтсам бар ғой бақа. Американецтарды мен жалқау деп айта алмай. Орта слойдағы американецтер бар. Біз оларды көп көрмейміз ғой. Мысалға біз жұмысқа қатысты біздікілер бәрі сервисте жүреді да, көбінесе басында келген кезде, үйренген кезде сервисте жаңағы такси, деливери сондайлар жүреді да. Содан кейін сен көретінің в основном сондай масса. Бірақ бұл мемлекетті салған біреу бар ғой, осы жергілікті халық. Олар бірдеңе қылып салды. Өте жас мемлекет Америка. Америка дегенде жаңағы құрама штаттарымыз. Өте жас, өте көп соғыстан өткен бұлар. Гражданский войнаның көкесін көргендер бұлар ғой. Бір-бірімен соғысуды өте көп, федеральный, бір-бірімен өте көп соғысқан енді. Сондай нәрсені бұлар бастарынан көп өткізген. Сондықтан жалқау деп айта алмаймын. Ішінде бар жалқау адамдар. Жаңағы не сияқты ғой? Бұл жерде национальный шок дейді ғой.
сол сияқты. Сен жалқаудың өмірін сүргің келсе, сен өлмейсің. Өміріңді сүресің. Сен үкімет аштан қалдырмайды. Жаңағы пособияларыңды, нелеріңді береді. Бірақ, соответственно, сенің өміріңде сондай болады. Қызықсыз болғанда, жаңағыдай қолмен жұмыс істейсің да, қолмен жұмыс істейсің. Жұмыс істеген келмесе аштан өлмейсің. Сен жаңа еріншек боласың. Мысалы, қолдарында бүкіл нәрсе бар бұлардың. Не істеймін, қалай қылам, өздері біледі. Ал басқа елдерде бұндай жағдай жасалған ба? Бар мемлекеттер жасалған. Бұдан да керемет мемлекеттер бар. Келсем. Ең бір Америка өзінің халқынан қорқады. Өзінің халқынан қорқады. Неге дейсіз ғой? Бұл жерде халық бәрін шешеді. Енді жаңағыда лоббирование бүкіл жерде болады ғой енді. Бизнесмендер лоббировать етеді. Бизнесмендер лоббировать етеді. Неше түрлі лоббированиенің көкелері болады ғой бұларда. Лоббированиенің көкесі болады. Бірақ основной халықтың жағдайын жасайды. Сен Америкада тұрсаң, сен тез байып кетуің ол өте сұраққа келетін нәрсе де. Сені бұл тез байып жібермейді да Америка. Түсіндің бе? Сен кедей болсаң, сені көтереді. Байып баратсаң түсіреді. Ортаға ұстағанға тырысады. Бірақ енді анау мультимиллионерлар болып кеткен адамдар, олар уже болды. Енді олар уже корпорациялар ғой енді. Оларға жаңағы айтар әңгіме жоқ, шара деген сияқты ғой. Бұлай секіріп түсуге болмайды негізі. Беліңді ауыртасың. Бел. Тем более менің бесімен это страшный ғой. Міне ақша, қараңыздар міне. Қолымды көрсетші. Кімге шаш? Міне қолымды көрсет. Осы. Ол бәр жерде бірдей ақша табу. Барлық жерде бірдей. Бұл жерде просто жағдай жасалған енді. Бұл жерде өте көп бизнесмен бар. Жаңаға. Өздерінің жағдайларын жасағанға тырысады. Міне атак, міне қара жұмыс осы.